Мергендер, август айы сіздердің Юпитер ғаламшарларыңыз Марс ғаламшарымен бірігетін болады. Ең маңыздысы осы. Оқу білімге ден қоясыздар. Өзге елдерге шығу, немесе өзге елден отаныңызға оралу, мемлекеттер ауыстыру, бір үй ауыстыру, көшу және оқу білім, ізденіс, тілдер үйрену, сауда саттық, делдалдық ең бір маңызды кезеңдеріңіз болады. Оның үстіне Меркурий ақпараттарды қабылдау ғаламшары кері бұрылыста болады 5 августтен бастап. Бұрынғы тастап кеткен оқуларыңызға қайта кірісулеріңіз, бұрынғы шығып кеткен жұмыстарыңыз болса, соларға қайта орналасуыңыз, немесе жұмыстан шығуыңыз, бұрынғы бір қыдырған орталарыңызға қайта баруыңыз, әйтеуір бұрынғы оқиғалар қайта келу болады. Немесе бұрынғы адамдар махаббатта қайта келу болады. Бұрынғы достар, сынып группаластар, бұрынғы өзіңіздің өскен отаныңызға қайта бір оралу, немесе бір бұрынғы бір анаңызға қатысты, ата-анаңызға қатысты оқиғалар, отан, ана, іргетас, әйтеуір осы жерлер сіздерде маңызды болады. Осы жерде Юпитер тұр себебі. Юпитер кеңейтеді кәсібіңізді, мамандығыңызды, басқа мамандықтарға көп адаммен танысу және тіпті сізге соны бір осыны жаса деп қоймай соны істететін адамдар да болады. Немесе сізден қатты өтінетін адамдар да болады. Осы жұмыста қалшы, немесе бізге келші жұмысқа, немесе біз оқытамыз, бізге қыдырып келші. Әйтеуір осындай Юпитер Марсты көбейтіп, үлкейтіп тұр. Осыны от ғаламшары ауа белгісіне келіп тұр. Өте бір адамдарда көңіл күйдің көтеріңкілігі және сөйлеу көп, сөзшеңдік көп атмосферада. Оның ішінде ағы да қарасы да болуы мүмкін. Сондықтан оны да ажырата біліңіздер. Шындығы да болуы мүмкін, өтірігі де болуы мүмкін, немесе әшейін бере салған уәделер де болуы мүмкін. Әсіресе махаббатта абай болыңыздар. Бұл әрине флиртке, керемет уақыт өткізуге, таныстықтарға, көп адамдар жиналған орталарға, сондайға берілетін уақыт сіздерге. Және Сатурн ғаламшары сіздердің 4-ші салаларыңызда тұр. Ол сізді үйіңізге қатысты, отбасыңызға, семьяңызға, бала-шағаңызға, анаңызға қатысты тақырыптарға жауапкершілікпен қарауға шақырады. Немесе үйіңізге қатысты үй сату, жер сату, бір штрафтарына, бір салықтар төлеу, бір балаңыздың оқуы, жарыңыздың, күйеуіңіздің бір емі, әйтеуір осындай бір жауапкершілікке сіздерді шақырады және міндетті түрде соны сізге орындатпайды, тынбайды. Сондықтан өз еріктеріңізбен соны орындаңыздар. Өйтпесеңіздер тіпті бір көңіл қалулар болуы мүмкін, тіпті қысымдар болуы мүмкін, ұзаққа созылып, бір сағызша созылып, бір өкпе реніштерге созылып кетуі мүмкін, болмайтын нәрселер. Сатурн осы жерде тұр себебі. 19 августте айдың толуы болады. Ай толуы өте керемет, үлкен процесс. Айдың толуымен ісімізде толып, біздің бір айдың жарығыменен көрмегенге көзіміз жететін, сенбегенге сенетін, немесе шынымен де жаңағы көз бояушылық болса, оған да көзіміз жететін уақытымыз әрбір ісімізде. Сондықтан дәл осы кезеңде ақшаларыңыз қайтарылады, жұмыстарға тұрасыздар, жұмыстардан шығасыздар, бір жерден бас тартасыздар, немесе құжаттарыңыз келетін маңызды, күтіп жүрген, қасыңыздағы қыз жігіт болсаңыз, нағыз шешімге келетін, үйленетін болып, некеге тұратын, бас тартатын, осындай бір кульминациялық шарықтау шегі келесі жаңа ай туғанға дейін. Сонда 19 августтен бір апта бұрын, сонда 12-сінен бастап қояды. 12 августтен бастап келесі жаңа ай туылу 2 сентябрьге дейін жалғасады. Бір күнде болмайды бұл. Осы кезеңдерде қорытындылар шығады, бір судың бетіне қалқып шыққандай. Және бұл сіздердің 7-ші салаларыңызда. Нағыз махаббат салаларыңыз, жұмыс беру, және көп оқу, ізденістер, сот істері, тіл үйрену, өзге елдерге көшу, қала жер ауыстыру, осы салаларыңызда. Көршілеріңіз,
апа, ана, сіңілі, апа, туған туыс, ең жақындарымыз. Осындайда бір немесе бір бухгалтериялық істер, немесе көлік ауыстыру, көлікке де транспортқа қатысты осындай оқиғаларды алдарыңызға шығарады. 23 августте күн ғаламшары бикештерге өтеді. Маңызды. Бикештер бұл ең жауапкершілік белгі. Сіздердің 9-10 салаларыңызға өтеді. Бірден атмосфера өзгереді. Бұл дегеніміз не? Бикештер белгісіне күн, меркурий, ақпараттарды қабылдау ғаламшары, қай ғаламшар өтпесін, бұл бикештер белгісі ең жауапкершілік белгі. Сондықтан үйіңізді ремонттауға кірісесіз, кесіп пішесіз, бір жерлерді, кесетін жерлерді, немесе жөндейтін жерлерді жөндейсіз, әктейтін сырлайтын сырлайсыз, тастайтын тастайсыз, өртейтін өртейсіз. Ең бір тазалықты сүйетін, жауапкершіл, не нәрсе болсын ұқыпты жасайтын, немесе жаңағы бір материалдық, бір ақшалық түсімдер үшін кәдімгідей миды қосып, сезімнің бәрін жинап қойып, маңызды ақша табуға бір пайдаңыз үшін жүгіретін және денсаулығыңызды ретке келтіретін уақытыңыз сіздерге ұсынады. Осы август айында мына бұрынғы адамдар өмірлеріңізге қайта келу, бұрынғы құжаттар қайта келу болады. Осы жерде Уран менен Венера ғаламшарының екеуінің аспектісі бар, тік төртбұрыш. Бірден ғашық болу, бірден құлай сүю, махаббатты, достықты екеуін шатастырып алу, досыңыз махаббатыңызға айналып кетуі, немесе қасыңыздағы үйіп отырған семья бірден жаңағы жек көріп кету. Себебі осындай аспекті бұл. Бірден өсек аяңға ілініп кету, бірден үйіңіздегі істердің бәрі көпшілікке аян болып кету, одан соң не істеріңізді білмей, бас тарта алмай, бір-біріңізден алыстап қалуларыңыз да мүмкін. Әсіресе осы 19 август аралықтарында айдың толуы болады сол кезеңдерде. Және қорытынды кезеңі мына келе жатқан ай мен күн тұтылу бар алдыңызда ең маңызды бір кеңістік печаттар қоятын кезең. Жүріп өткен жолыңыздың барлығын бір тексерістерден өткізіп, болды енді деп, мына жерден өспейді, өнбейді деп қорытындылар қойып, бір печаттар басылады. Кәдімгідей нақты печаттар басылуы да мүмкін, немесе нақты көзіңіз жетеді. Ең бір күн тұтылу мен ай тұтылу маңызды келе жатыр сентябрь аяғында және октябрьде, октябрьдің 2-сінде болады. Сол кезеңге дейін қазір бір шырғалаңдар болады. Егер осы кезеңге дейін оқып жүрген істеріңіз болса, немесе тастап кеткен оқуларыңыз болса, соларға ораласыздар. Тастап кеткен махаббаттарыңыз болса, соларға звондайсыздар, кездесейік дейсіздер. Немесе ескі бір заттарыңызды бір реставрациядан өткізесіздер. Немесе бір үлкен қаржылық салымдар талап ететін, үй сатып алуда, көліктер сатып алуда да, немесе бір ұшақтарға кешігіп қалу, самолеттар, немесе пойыздарыңызға кешігіп қалу, кілттеріңізді жоғалтып алу, әйтеуір бір мидың бір баяулығы болады. Мұның барлығы бірақ сентябрь айында бәрі орнына келеді. Сондықтан да айтып жатырмын, бір шырғалаңға толы, көп қимылды талап ететін, тіпті түсініспеушіліктер, сөзге іліну, конфликтілер де кезі. Бірақ сіздер өте оптимист белгісіздер, негізгі. Қандай жағдайда да ертеңгі күнге деген бір жағымды эмоцияны, сенімді жоғалтпайтын белгісіздер. Және не нәрсе болмасын, көрсем, білсем екен деп, кейде тіпті жас балаша қуанып, секіріп, өзіңізді өмірде еркелете алатын белгіде жатасыздар. Және 3 от болса, мысалы, арыстан белгісі да от белгісі, тоқты да от белгісі. Сіздер мергенде от белгісіздер. Бірақ тоқтылар енді маздап жанған ең бірінші белгі ғой, сондай от. Ал арыстан белгісі бұл тұрақты жанып тұрған от. Ал сіздер сенім отысыздар. Ертеңгі күнге деген сенім оты. Тіпті әлі жанып та үлгермеген. Адамдарға сенім беретін. Осыны ұмытпаңыздар. Үнемі өз кеуделеріңізден қуат алыңыздар. Ең қиын сәттердің өзінде. Өте бір керемет айларыңыз болсын август айы. Өмірлеріңізде себебі бір спорлар арқылы, бір
келіспеушіліктер арқылы да жағымды эмоциялар, жағымды өміріңізге өзгерістер келуі бек мүмкін. Конфликтлерге келудің өзі бұл да үлкен күш, бұған да энергия керек. Себебі осы айда бұнсыз өтпейсіздер. Өте бір шырғалаңға толы қызықты ай.